Ассалаумағалейкум, армысыздар дәулетті оқырмандарым. Ассалаумағалейкум, армысыздар дәулетті шәкірттерім. Қалдарыңыз қалай? Аман есен, сау саламат жүріп жатырсыздар ма? Күйлеріңіз қалай? Қайырлы таң болсын деп арайлап атқан таңымыз барлығымызға қот береке, шаттық алып келсін деп әрбір атқан арайлы таңымызды қуанышпенен қарсы аламыз. Кеше туған күнді өткіздік, жарық дүниеге келген күнімді құттықтадық. Өте қуаныштамын. Кеше сонау алыста жатқан Ақтау, Көкшетау, Қарағанды, Жезқазған, Семей жақтан қаншама мен қолымнан оқып кеткен небір мықты ару қыздарым маған хат жолдап, карточкама ақша лақтырып, менің кәсібіме ақша түсіп жатыр, QR-ға ақша түсіп жатыр, содан 15 мың теңге түсіп жатыр, 20 мың теңге түсіп жатыр, 50 мың теңге түсіп жатыр. 50 мың теңге түскенге оқуға тіркелесіз ба десем, жоқ Мөнира ханым, менмін ғой өрлеу 8-де оқып кеткен Айгүл, сізге бүгінгі мына төл мерекеңіз құтты болсын деп көзіңіз ұнатып ішетін қымызды алып ішіңіз деп аударып отырмын дейді. Одан кешке жақын звондайды біреу, ой мен сізге қажет мед массаж орталығының алдында сізге бір шәкіртіңіз Ақтаудан Гүлмира деген шәкіртіңіз жіберген сыйлықты әкеліп тұрмын дейді. Ойбай деп жол ортадан қайтадан қайтып келсек, анау Ақтауда жатқан Гүлмира деген шәкіртім бір жәшік сыйлық беріп жіберген. Кәсібиге түсіп жатқан ақша, жан-жақтан келіп жатқан сыйлық, жазып жатқан хаттар. Осыған қарап өзімді бақытты сезіндім. Бақытты ұстаз екенмін деп. Одан қаншама шәкірттерім айтып, өздерінің жетістіктерімен бөлісіп қойыпты. Қандай керемет. Айжан деген бір шәкіртім бар болатын, 28-ші өрлеуде оқыған Шымкентте. Ол тәтенің туылған күні, екеуміздің туылған күніміз бір болатын. Шымкентке барып мен бір оқытқан кезде екеуміздің туылған күнімізді бірге тойлағанбыз. Ол тәте, Мөнира ханым, сіздің сабақта айтқандарыңыздың бәрі келеді екен ғой. Сіз не айттыңыз, соның барлығын көріп жатырмын. Міне өрлеу 8-ден қазірге дейін дейді. Ақша мүлдем жұмыссыз отырған әйел едім, маған жұмыс бердіңіз ғой. Қандай сізді өлгенше ұмытпаймын ғой дейді. Әр секунд сайын мен сізді еске алып отырамын, өйткені клиент қабылдаған сайын әрбір клиенттің бойына көріп жатқан нәрселердің барлығын сіз айтқансыз маған дейді. Қаншама инсульт алған адамдардың орнынан тұрғыздым мен дейді. Енді мақтанып сізге видео жіберейін десем, сіз шығармайсыз оны, уақытыңыз жоқ деп. Мен енді көп видеолар келіп жатады, кейбіреуін қараймын, кейбіреуіне қарамаймын деген сияқты. Міне жетістік деген осы, мақтанған деген осы. Ұстаз, әрбір саладағы ұстаздар өзінің шәкіртімен мақтанады. Жаман болса да, жақсы болса да, шәкіртін жақсы көреді. Ұстаз деген солай болады. Содан кейін ұстаз деген ол ұлағатты есім, ұлы есім. Біз бірінші класс оқыған кездегі ұстаздарымыз әр есімізде, орта мектеп оқыған кездегі енді сіздердің мен ұстаздарыңыз массаждың А деген әліппесін үйреткен, массаждан сабақ берген ұстаздарыңыз мен боламын. Мені де өмірлеріңіздің соңына дейін ұмытпайсыздар. Мен мың жерден жаман болсам да бәрібір мен саған массажды үйреткен ұстазым. Жаман болсам да, жақсы болсам да. Бірақ менің жамандығым жоқ. Жамандығым өзімде, мен өзімнің бойымдағы өзімнің мінезімді, өзім бәр нәрсемді жақсы білем. Мен саған жаман жерім айғайлаған болсам, саған жақсы болсын деп айғайладым. Ата былай мен сені жек көріп айғайламаймын. Сен маған қарыздар емессің, саған айғайлайды. Осында ұстаз болғаннан кейін мен сияқты мықты жасаса екен, мен сияқты миллиондап табыс тапса екен деп қана айғайлаймын, ата былай айғайламаймын. Сосын міне жетістік әрбір, мысалы 2024 жылдың есебін 2025 жылы 5 ақпан күні өткізем. Өзіме есеп жасаймын. Мен өзіме күндік, сағаттық, жылдық қорытынды жасаймын. Мен бір жылда не істедім, не істей алдым, кімдерге не істеп бердім деп өзіме қорытынды жасаймын. Міне биылғы қорытындым 2023 жылғы өте жақсы жұмыстар атқарыппын. Бір әйелдің өмірін өзгерту деген ол өте керемет нығмет. Алланың қуаты, Алланың күші арқасында міне осындай нығмет. Мен бір-ақ әйел емес, қаншама саны жетпейтін әйелдердің өзгертім. Біреу массажды бір жылдың алдында оқып кетіп, енді есіне кіріп, енді есін жинап, Мөнира деп күліп жүр. Біреу 4 жылдың алдында оқып кетіп, 4 жылға дейін есін жинамай, кеше жинап жүр есін. Ол солай өнер деген. Бірақ қазір үйреніп алдыңыздар, мен сіздерге қарап бәрі жақсы. Біреуіңіз 3 айдан кейін қабылдайсыздар, біреуіңіз 2 айдан кейін біреуіңіз үстінде қабылдайсыздар. Қабылдау деген қабілет деген нәрсе, дарын деген нәрсе ақырын ашылады. Өзіңді табу дейді ғой. Сіз бұрыннан бері басқа адамдармен алысып, өзіңізді ұмытқап, менің массажыма қызығып келдіңіз. Қазір әлі сол адаммен алысып жүрсіз.
біраз уақыттан кейін барып өзіңізді тани бастаған кезде барып мына үйренген өнерлеріңіз естеріңізге түсе бастайды. Мен шығарсам ештеңе болмадым ғой Мүнира деп маған өкпелемеңіздер. Ол өзіміздің қабілетімізбенен, өзіміздің ізденушілігімізбенен, өзіміздің жүріп жұмыс жасағанымызға байланысты болады. Ал өнерді мен өте жақсы үйреттім. Енді қараңыздар, Суфия тәте, сіз ана кәсіби жұмамен 2 рет оқуға тапсырдыңыз, Сол 2 рет оқуыңызды ана жылы оқып алдыңыз, міне оқып алдыңыз. Массажға қанша ақша тапсырған едіңіз? 20 массажға. 20 мың теңге ма массажға аударған? 160 мың. 160 мың теңге аудардыңыз, Қыздарға неше рет жасаттыңыз? Қыздарға неше рет массаж алдыңыз? 15. Қыздардың массажы 12 мың теңгеден болған. Білмеймін, оның арасында тарыс қойғаны бар. 8 мыңнан ба? 160 мың теңгенің 8 мыңынан неше рет жасаттыңыз? 15 рет жасаттыңыз, Сонда есептеңдерші қыздар. 160 мың теңгенің массажын 8 рет жасатқан. 8 мың теңгеден қанша рет жасаттым дедім? 8 мың теңгеден 15 рет жасатса, енді тәтенің қалған қанша ақшасы қалды есептеңдер? 40 мың теңгесі қалды ма? Тәте, 40 мың теңгеңіз қалған болса, оны қыздар маған айтып кеткен жоқ. Мен тікелей эфирдің алдында тұрып айтып жатырмын ғой. 40 мың теңгеңізді мен әнеугүні бетіңізге жасап бердім, басыңызға жасап бердім, ертең от қойып берем. Сонымен есебіміз жабылады, Өйткені мен бұл дүниеде біреудің бір тиын ақшасын алғым келмейді. Өйткені адам өлген кезде, жаназасын шығарып жатқан кезде молдалар сұрайды екен. Мына адамның бұл өмірде қарызы бар ма деп сұрайды екен. Сол кезде бұл Мүнираның ешкімде қарызы жоқ деген жақсы ғой, Бұл менің ата-анам білмейді, сіз де мен білмейсіз ғой. Мен қай жерде қалай болатынымды. Сол үшін қарыз болмасымыз үшін біз қарызыңызды қайтардым деп маған ризамын, анамна деп қол қойып берсеңіз болды, амандық үшін. Тәте, сіздер бар ғой, мен осындай сөздер сөйлесем, сіздер мені түсінуге тырысыңыздар. Неге десеңіздер, маған неше түрлі әйелдер келген. Бір әйел келді да, 4 күн арқа, аяқ, бет, қолдың массажын үйреніп алып, 5-ші күні мен оқымаймын. Адамдар көп екен, мен көре алмай жатырмын, мына массажды үйрене алмай жатырмын деп, ақшамды қайтар деп. Сен ойлашы, 4 массаж қанша ақша тұрады? Сенің бергенің 100 мың теңге. Просто бізде өмірде сондай адамдар бар. Сол кезде біз содан бастағанымызда келісімшартқа қол қойды. Одан кейін бір қыз бала келген оқуға. 5 күн оқып алып, 6-ші күні арақты қатты ішіп алып, мас болып келген осы жерде. Мен оқымаймын, ақшамды, давай ақшамды қайтар деп. Ондай әйелдерді де көргенмін мен. Содан кейін оқып, әптен бітіріп, сертификаттан беріп жатқан кезде, сенің үйреткен мына массажың харам екен. Негізі массаж харам екен. Мен білмеппін массаждың харам екенін. Мен ақшамды қайтарып бердім. Не айтам, оқып болдым ғой. Оқып болдым ғой. Міне, бұл өмірде маған 5 миллион, 5 мың, 10 мың адам келген болса, сондай адамнан мен 8-9-ын ғана көрдім. Нишон армен аз. Сол үшін осындай нәрселерді мен жүйесіне қосып аламын. Мен өткенім бүйтіп көрсетем, өзім қол қойып едім ғой, міне деп. Ата бұрын мен қазақилыққа салатым, қазір ондай болмайтын болды, Соны есе айтайын дегем. Содан кейін бүгінгі үйренетініміз келесі оқуға. Күлшира, сәлем, қалайсың жаным? Құлағыңды емделдің ба? Ұстазыңның туылған күнін ұмытып кеттің ғой, кеше туылған күніме құттықтап айтпадың ғой, Күлшира. Осы жерге массаждан нөл болып кеп, корол болып кеттіңдер ғой деп қойсам. Өсе беріңдер, өркендей беріңдер, қалжыңдап тұрмын. Менен де мықты болыңдар. Сендер менен мықты болсаңдар, мен сіздерге үйімде қуанып отырамын. Ой, мен тәрбиелеген шәкірттер күшті болды деп. Қуана беріңдер, өсе беріңдер. Бүгінгі енді үйренеміз, енді бүгін, ертең, оның артында не үйренеміз? Бүгін үйренеміз кеуде массажын. Өкпені ашамыз, өкпелерді ашамыз, өкпенің каналдарын ашамыз. Біз өкпенің каналдарын ашқан кезде біз тыныс алу жолдарымыз жақсарады. Кеңінен тыныс аламыз. Негізі кең байтақ жерде жүрміз, бірақ тыныс алуымыз өте тар. Көз аяғымыз өте тар. Осы каналдар көзіміздің аясын, өңешіміз, кеудеміз, өкпеміз, омырауымыз, жүрегіміздің каналдарын ашамыз. Суфия тәте, молодец. Бүйтіп маған жасашы деп бүйтіпті, пожалуйста, сізге жасап берем. Сіздің кеудеңізге от қойып берем. Мен кеудеге от қоюды бүгінгі де үйретпегем. Кеудеге от қоюды үйретем сіздерге. От қою жолдар болса, бұрынғы үйретіп кеткен қыздар ренжіп жүрмес, бізге үйретпегенді үйретті ғой мына қыздарға деп. От қою жолдарын білесіздер ғой, сол бойынша қоя береміз. Мына өкпені ашамыз, өкпені. Одан кейін мойын, тамақ жаққа жасаймыз. Өңештеріміздің қызметін жақсартуды, өңеш жақтағы нүктелерді басамыз бұл, Одан кейін үйретемін,
Одан кейін үйретемін. Тайский арқаның массажы мен тайский аяқ массаждарын үйренеміз. Одан кейін общий массаж деген массаж бар. Осы массаждардың қорытындысы 1 сағат жасалатын. Соны үйретемін. Көрсетемін. Қалай жасалу. Одан кейін үйренеміз. Жаным сол ұстазым мен 8 февраль деп жүрмін ғой дейді. Гүлшира жаным сол таңертең орныңдан тұра сап ұстазыңның не істеп жатқанын көріп ұстазыңмен бірге жүгіріп жұмыс жаса. Ештен кеш жақсы деген ештен кетпейді. Қалжыңдап тұрмын. Туған күніңіз құтты болсын деп мына жерде жарайды бірге жаным айтып жатыр. Жарайды. 40 күн ойын, 40 күн той ғой қазақтардікі. Одан кейін үйретем. От қоямыз. Арқаға от қоямыз. Аяққа от қоямыз. Кешегі жатырымызға от қоямыз. Кеудемізге от қоямыз. Кеше біз арқаның массажын жасап, арқадағы бауырдың каналдарын ашып, жүректің каналдарын ашып, бүкіл арқадағы барлық каналдарды ашып тастадық. Ағзалардың барлығы рахаттанды, шлактарымыздың бәрі босады. Енді сол шлактарды бамбуктың банкысын қойып шығарамыз сыртқа, тас қойып, өліп қалған, сезінбей қалған нервтерді сезіндіреміз, от қойып, ішіміздегі шлактарды терлету арқылы сыртқа шығарамыз, тас қоямыз. Кешегі босатып тастаған шлактардың барлығын енді сыртқа қарай кеуіп шығарамыз. Әдемі нәрселер. Сабақ барысында бір-бірден көрсетеміз. Арқаға 10 күнге, күз мезгілінде 10 күнге массажға қабылдайсыздар клиенттерді. Өмір массаж жасатпай, аяқ астынан келіп қалады клиенттер. О кісілерге 10 күн жасап беріңдер қатарынан. Қайта бір ақшасы жоқ болса 5 күн алсын. 5 күн алсын. Бірінші күні нүктелерді басып массаж жасап, 35-40 минут массаж жасап, босатып бересіздер арқасын, аяғын, ішін, қолын, басын бетін. Екінші күні массаж жасап, от қойып бер. Үшінші күні массаж жасап, тас қойып бер. Төртінші күні массаж жасап, бамбуктың банкысын қойып бер. Бесінші күні массаж жасап, талине қойып бер. Оқтаумен жасап бер. Алтыншы күні массаж жасап, және де сыбыртқы бар, сыбыртқымен жасап бер. Сөйтіп 6 күн жасап берсең бар ғой, орнынан түрегеліп шығып кетіп қалады. Солай жасап беріңіздер. Или болмаса, менің ақшам жоқ, бүгін ғана арқама ғана массаж жасатам десе, пожалуйста, арқасына 35-40 минут массаж жасада, от қойып бере сал. Клиентті зорламаңдар, жағдайына қара. Бірақ 5 күн жасасаң, 10 күн жасасаң, денсаулыққа керемет пайдалы екенін айтып ал. 5 күнде сіздің денеңіздегі шлактарды шығарып берем. Ар жағында 5 күнде сізді иммунитетіңізді көтеріп, ауруға деген қарсылық қуатыңызды күшейтіп берем деп айтыңыз. Жағдайым жоқ десе, онда 1 рет болса да жасап бер, 2 рет болса да жасап бер. Ықыласпен жасап бер. Зейніңді қойып жасап бер. Махаббатыңды беріп жаса. Өзімнің анам, өзімнің шешем, өзімнің ағам, өзімнің бауырым деп жасап бер. Жүректеріңменен. Қатты ақшаға кірісіп, қатты ақшаны көздеп, қатты бүйтіп ақшаға үйтіп алмаңыздар. Мен сіздерге де қаншама ілімді, Алла разылығы үшін, біреу менің әпекем, біреу менің сіңілім, біреу менің ағам, біреу менің бауырым деп үйретіп жатырмын ғой. Еш нәрседен кем болған жоқпын ғой, Алла тағала беріп жатыр ғой. 12 мүшесі сақ, ақыл есі дұрыс, салмақты бала берді ғой. Ол да үлкен байлық емес пе? Сол байлық осы жасаған жақсылығымның өтемі емес пе, қыздар? Жасаған жақсылығыңды дәл қазір қайтсын маған. Мен мына жақсылықты біреуге жасасаң, сен маған қайтар деп жасама. Жасай бер. Күндердің күнінде сенен қайтпаса да басқа біреуден қайтады. Пендеден қайтпаса да Алладан қайтады. Осыны ұмытпасаңыздар бол. Сол үшін массаждың бағасын орташа бағамен жасаңдар. Тым күрделі қымбаттатып алмаңдар. 50 мың, 60 мың. Ал мен жасайтын болсам, мен ұстазмын. Пәлен уақыттан бергі стажым бар. Көп адамға жасаған, бірақ менде оқытып жатырмын ғой, солай. Сөйтіп, солай жасап бересіздер. Аяғында солай. Аяғында да бір күн шөп дәріге шығап, от қойып бер, массаж жасап, бір күні тас қойып бер, бір күні қай жерге қалай қоятынымды қазір сабақ барысында көрсетемін. Бірақ та тас қойғанның үстіне от қоймаймыз. От қойғанның үстіне бамбуктың банкысын қоймаймыз. Бамбуктың банкысын қойғанның үстіне оқтауды жасамаймыз. Барлығын қалай жасайды екенбіз? Дара, бөлек жасаймыз. Кей жағдайларда клиентке массаж жасап болғаннан кейін, от қойғаннан кейін, ертесі күні біраз бас айналуы мүмкін. Өйткені денедегі шлактар қозғалады ғой.
майлар қозғалады. Ішекке жақсы қалған майлар қозғалады. Сол кездерде адамның денесінде біраз ауырсыну болады. Бас айналу болады, құсқысы келеді. Сондай бір өзгерістер көрінеді. Кейбір адамдарда іші тоқтамай жүріп қоюы мүмкін. Кейбір адамдарда іші қатып қалуы мүмкін. Әртүрлі жағдайлар кездеседі. Ол кісілерге сабырлықпен күте тұруды қайтеміз, насихаттаймыз. Массаж деген атымды айтып қоясыздар, иә? Массаж деген енді ерекше нәрсе. Содан кейін массаж барысында кеше менің жолдасым Тоғызқаттың толған күнінде келеді деп, толған күнінде өткізіп, мен сіздерге кетіріп тастағаннан сіздерге не істедім? Массаж үйреттім, туылған күн жасадым, массаж жасаттым, одан йога жасаттым. Қараш, бет, бәрін көрдім. Одан мен байымды жетектен алып, мен кафеге барайыншы, мен туылған күн қойып отырайық десем, байыма клиент келіп қалды. Сондай кезде келіп тұрады, оны қазақтар Тоғызқаттың толғаны бір күнде келіпті деп айтады. Күшті ғой, қазақтар күшті айтады. Сөйтіп, клиенттерді жас балам, менің күйеуім бірден аяғым бәрі шөпке шылаған. Ол бала өмірі ондай күтімді көрмеген бала екен салонға барып. Мен қанша салондарға барып массаж жасаттым дейді. Аппарат жатқызады, тоң қан еткізіп, қарсылап бірдеңесін жасап жібере салады депті. А менің күйеуім, мен не айтсам, осы жерде мен не айтқан болсам, соны істеңдер. Аяғым жылы дәрі шөпке шылаған, ана таңғалып отырған ғой, дәрі шөпке шылап қойған, отырғызып қойды. Одан кейін бір уақытта жатқызып, арқасына 35 минут массаж жасаған. Одан массаж жасап жатқан кезде тасын ыздырып қойған. Аяғым дәрі шөпке шылап апарып екпеттен жатқызып, аяғым орамалдармен сүртіп, орап қойған. Ойлашы, көз алдыма елестесінші, толып мұздап келген. Ондай күтімді көрмеген клиенттің аяғын дәрі шөпке шылап, одан оны орап жатқызып қойды. Одан арқасына нүктелерді басып, сезіндіріп отырып массаж жасап, сүйсарда клиент басын көтеріп алып, ойбай мен қайта ұйықтап кетіп жатырмын ғой, бола бере ме деп сұрайды. Сондай айтқан ғой, сол ұйықтау үшін, сол кайфоватты алу үшін, рахаттану үшін келген емес пе бұл жерге деп айтыпты. Ұйықтай берейін онда деп. Мен нүктелерді басып жатқанға деген тәнім, табанынан өткен қаншама дәрі шөп, бүкіл ағзаң рахаттанып, тәнің өзінің тәніңді тауып, жарыңды сезініп жатқанда, ұйықтайсың ғой, енді ұйықтамай не істейсің, ұйықтай бер деп, мен ұйықтасам бола ма деп, ұйықтай бер деп. Сөйтіп арқасындағы нүктелерін басып, ана клиенттің қуанғанын көріп, маған чабып бергенін көріп, одан сары жасай бергім келді дейді. Мен айтып, не деп бекеттің десем, аяғына да жасап бергім дейді. Аяғым өзі талап еттім ба десем, жоқ талап еткен. Клиенттің рахаттанып жатқанына қарап, жасай бергім келді. Ертең сіздер де соны көресіздер. Алла разы болсын, жасай салдым дейді. Аққан массаж негізі 5.000 теңге беріп, тұрғаннан кейін өзі 9.000 теңге бере салды. Негізі өзі аққан массажына келген адам. 5.000 бағалы берді. Ана клиенттің риза болғаны сол жоқ. Содан әлі отырғым жоқ, бәрі отырғым жоқ. Не істеп жатқан ала, менің туғанымның уақытын өтіп бара жатыр. Кірдім мен. Өстіп клиент ұйықтап отыр. Тұрғыз енді, қатырымның туғанымның уақытын сөйтіп жүрген ойлайсыз екен. Тұрғыз енді ана кетті. Болмаса жата берсін екен, сен де қатыра оят болсын. Клиенттер, қарашы, жақсы жасасаңыздар клиенттер осылай ұйықтайды. Кейбір қатты шаршап жүрген, ерекше шаршап жүрген клиенттеріңіз болса, ұйықтатып қойып келесіз, төсектермен жасай беріңдер массаж. Ана бір өмірі ондай ұйқыда ұйықтап, тұрғаннан кейін айтып отыр, біз шала ұйықтатып тұрғызып алдық. Керемет массаж екен қойды. Қыздар, қараңыздаршы, менің үйретіп жатқан массаждарым өте жақсы массаждарды үйреттім сіздерге. Енді осыны бірге бір қайталасаңыздар болды. Үйге барғаннан кейін жасап, от қоямын. Одан кейін және де үйретем, нені үйретем? Косметология жағын үйретем, чистка үйретем, бет тазалау күтімдерін үйретем. Ертең қастың формаларын шығарамыз, беттің түктерін аламыз, бетті аппараттармен бумаймыз, шаямыз, тазалаймыз, маска жағамыз, массаж жасаймыз, бет күтіміне жасаймыз. Ол бет күтіміне арнайы бөлек сертификат береміз сіздерге. Косметолог деген. Ертең салондарыңызға бір адамдар келеді, бас ауырып келеді. Бас ауырып келген клиентке кешегі мен үйреткен бас массажын жасай салыңдар. Бас ауырып келген клиентке аппаратты қоса салда, қайната салда, бетін парлап отырып, жуып, парлап отырып, скраб істетіп, содан бетіндегі нүктелерін басып, тіпті жомарт болып жасап, бетіне де жасай сал. Одан кейін барып басын жасап бер. Үндемей кешегі мен күйеуім сияқты, аяғын жасай салған сияқты жасай сал.
Өйткені бас ауырып келген адамның алдымен бет жағын, алдыңғы жағын оятып алыңдар. Алдыңғы жақтарын нүктелеп, қайта парлап жуып, массаж жасамай ақ қой. Парлап жуып бергеннің өзі керемет. Парлап скраб етіп, одан нүктелерін басып, одан кейін барып бас массажын өтіп берсеңіздер болады. Ал сіздерге сыйлықтарыңыз болсын, адамдарға берген. Енді бас ауырып келген адамдардың крем басын ғана жасай берсең, мына жағы нүктелер басылмаса, аса тоя қоймайды. Бірақ тояды ғой жақсы жасасаң. Тек тұрғанмен де нұр үстіне нұр қылып жіберу үшін бетін қоса салыңыздар, ода тұрған. Или болмаса былай істесеңіздер де болады. Басы ауырып келді, басын жатқызасыңдар да, шөп дәріні теңгеге салып, қайнатып жіберіп, теңгені күршектің үстіне қойып, аяғын шөп дәріге шалып қойып, басына массаж жасайды. Тамақтан спорт жатады. Или болмаса былай істесеңдер де болады. Бас ауырып келген кісі болса, тасын қызып тұрсын. Тасты омыртқалардың үстіне қоя салды, үстіне орамал жақтап, шалқасына жатқызып қойып, басына массаж жасайды. Или болмаса тасты қызды қойда, қайтасың, тасты алып табанына орап бере салып, басына массаж жасайды. Қалай жасасаңдар да бола береді. Болмаса үйлеріңде крелка дейсіздер ме, сен орысша су құйып, ыстық су құйып, не қояды крелка дейді. Содан бір 10 жартысын алып қой. Ыстық суды қайнатты да крелкаға қойып та, табанына қойып қойда, аяқтарының үстіне қойып қойда, арқаларына қойып қой, или болмаса қолына сол қойда басына жасай бер массаж. Крелкадан қойып қойыңдар үйге. Или болмаса Қытайдың бір тас маржанның жабатын шапаны бар, көріп бердіңдер, интернеттен несіздер алдырып берейінші. Соны қыздыр қойыңдар да, соған крелканы соған орап қойып, басына массаж жасай берді. Түрлендіріп жасаңдар. Бетіне келсе, аяғына бірдеңе жасап бер, аяғына келсе, басына бірдеңе жасап бер, түрлендіріп жасай беріңдер. Көбірек сыйлық жасаңдар. Сол кезде бізде адамдардың барлық массажға көп келетін болады. Ал бет десе, бетін ғана ұстап түрегете салып, шаш десе, шашын ғана ұстап түрегете салыңдар. Біздің қызмет көрсетіп, біздің елімізде Қазақстанда қызмет көрсететін жерлерге барса, тырнағымды жөндетемін деп барады, отырып, тырнағымды ғана жөндеп бере салады. бір түрлі оқырасың. Артық бірдеңе жасай қоймайды. Жасай қойшы қолына, елі болмаса маска жаға қой, елі болмаса бір-екі нүктелерді баса қой. Үйреніп ал, тырнақ жөндейтін қыздарға қол массажын үйреніп ал. Бір-екі нүктелерді басып қой. Риза болып қалады. Ойбай, мына қол керемет екен, мына жерде нүктелер барды басып қой, тырнағын жөндеп қойған. Ал шаш жөндететін жерге барып отырса, шашыңды жу десең, шашын жуып бере салады да, боя салады да, шығара салады. Басына массаж жасап бере салады. Сол үшін шаш кесетін қыздар, тырнақ жөндететін қыздарға бірақ массажды білу керек. Қытайда шаш кесетін жерге барсаң да массаж жасап береді. Шаштарын жуып, арқаларына отырғызып қойып массаж жасап бере салады. Тырнақ жөндететін жерге барсаң да массаж жасап бере салады. Достар, халықтың көңілінен шығуға барынша тырысады. Косметика сататын жерлерге барып, косметика алса, жұмақын келдің мынандай кішкентайларына соны подарка береді. Ең болмаса бір масканы бере салады. Сондай бір жомарттықты көп істейді. Тамақ ішетін жерге барып отырса, шайдың бәрін тегін бере салады. Бізде ондай емес қой. Тамақ ішетін жерге барсаң, шайды бере сатып аласың. Уже кей кездерде тамақ ішетін жерге барсаң, отыратын орнына да салады, ақша төлейсің. Сол себептен біздің экономикамыз дамымай жатқан сонда. Қытайда көп нәрсе тегін. Астаналарға барсаң, шайды тегін береді. Сенбесеңдер барыңдаршы. Сондай. Шаш кесетін жерлерге барсаң да бірдемелер тегін. Косметикаларда да мен де мысалы көп науқарлармен жұмыс жасаймын. 1.500.000 теңгеге тауар алса, 500.000 теңгенің нәрсесін подаркаға береді Қытай маған. Оны да сатпақшы қойған ғой. Адамды қуандыру, адамды шаттандыру. Содан адам шықпай қалады. Сіздер де жаңағы білесіз бе, қуандырып қойыңдар, мен де дастархан бір-бірімізді қуандырдым. Бұл жерде сіздер де тамақ ішіп мәз болдыңыздар, мен де білесіз тауып билеп мәз болдым дегенсіз. Осылай ғой, өмір осымен қызық қой. Сонда Алла қаласа массаждарды көбірек адамдарға сыйлық ретінде қолдануға тырысыңыздар. Солай ма? Түсіндіреді ме? Онда біз бүгінгі кеуде массажын бастайық. Біз алдағы уақытта сондай бір керемет нәрсе, енді бір 4 күніміз бар ғой, 4 күнде осыларды жасаймыз. Ертеңден бастап мен тікелей эфирге шықпаймын, өйткені ертең кіре салғаннан косметология жағын үйренеміз. Тым ұзақ уақытымыз кетеді. Содан кейін мен үйретіп жатқан нәрселердің барлығын дәптерлеріне жазып, тоқып, қайталап, менің көзімше жасап алыңыздар. Менің алдымнан емтиханнан өз еріктеріңізбен өтіп алыңыздар. Содан былай қарай жұмыс жасағанда ешкімнен сұрамайсыздар. Одан кейін өздеріңізде күдікпен отырмайсыздар. Мына жасағаным дұрыс болды ма екен, дұрыс болмады ма екен? Ойбай, Мөнира ханым айтқанда қалай еді демейсіздер. Мен айттым, міне дедім, көріп алдыңыздар, сол бойынша жасай бересіздер.
менде 9-шы өрлеуде бір Қалдыгүл деген тәте оқыған. Сол тәтемен сабақ өтіп жатқанда аса ден қоймаған екен. Өзі айтады, тәтенің өзі айтқан, өз аузымен айтқан. Әй Мүнира, мен клиенттерге шығып, клиенттерге барып массаж жасаған кезде, әй Қабат деген ая. Ана Мүнира айтып отырғанда қайта көп сол Мүнираға жасамасам болды екен. Қабат деген Мүнира саған жасап алмайды. Жасы үлкен кісі болады, не 60-тарда. Сол сенен сұрабасам болды екен, әзір клиенттерім көп. Дұрыс жасап жатырмын ба, бұрыс жасап жатырмын ба деп кей кезде ойланып қаламын. Соның бәрін сенің бетіңе жасамасам, сенің денеңе жасамасам болды екен деп мені бір шайға шақырған кезде солай әңгіме айтқан. Әр клиентті қабылдаған сайын дұрыс па екен деп отырамын дейді. Міне содан қалған оқиғалар бұның бәрі. Сол үшін мен бар кезде сұрап алыңыздар. Ертең сіздерді аттандырғаннан кейін мен телефондарыңыздың біреуіне жауап бермеймін. Ақшаның чегін көрсем ашып қараймын мен. Мен өзімнің немді айтып қояйын сіздерге. Көп әйелдер бар ғой, маған қатты қалдырады. Бүйтіп басын қараймын. Мен массажға жазылайын десе ашып қараймын. Бүйтіп маған ақша керек тұр, массажға жазылған тұр. Қараймын, оқимын, жауап беремін. Бүйтіп басымды ашып қараймын. Мен йогаға жазылайын, ашып қараймын. Содан кейін бір бүйтіп тұрып қараймын да бір қоямын. Маған қатысы жоқ. Бір проблемалар сұра жатқан. Шақ еткізіп өткізіп. Бүйтіп блокқа қойып тастаймын. Асығып кетпеңдер. Былай өткізе саламын. Көрмей, мен уақытым жоқ. Мен әлемде сен аяқты жігінде бүйтіп өткізе саламын. Содан кейін шықпай қалғаным сол. Бүйтіп мен ондай нәрселер көргім келмейді. Қызық емес. Маған қызық емес. Мен өмірімді өзім әлі жөндеп алдым. Енді біреудің өмірмен алысатын уақытым да жоқ, алысқым да келмейді. Содан кейін ақшаның чегін білесіңдер ғой, иә? Ақшаның чегі әдемі көрініп тұрады. Шақ ашам. Шын ашам, өйткені ол жерде ақша тұр. Бір сұрақ сұрайтын болса, менің ана қолымды, ипымның, QR-ымды түсіріп алыңдар. Бір клиенттерің келіп бір сұрақ сұрайтын болып, білмей бара жатса, алдымен 2000 теңгеңді аударып, чегіңді жіберіп қой. Содан кейін мен чекті көргеннен кейін барып астына сұрағым түсір. Сен ойлашы, мен бәріне үйде отырып жауап берсем, мен балама қарамайын ба? Мен күйеуіме қарамайын ба? Осы жерде бәрін айттым ғой. Сол енді видеоны ашып тыңдағаннан еріп менен сұрап отырсың ғой. Көп ондай оқушылар менен оқып кеткен. Бір-екеуіне ұстасаған, ашып қарасаңшы ана оқытқан сабақтарды. Солай. Сұрақтарыңыз болса сондай ақша жіберіп барып сұраңыз. Тоның QR-ына жіберіңіздер, иә? Тоның QR-ына жіберсеңіздер. Болды, ипының QR-ына жіберсеңіздер де болады. Мен шынын өтірік айтпаймын ғой, мен шын сөйлеймін осындай. Не қыламын мен саған өтірік сөйлеп, ой, жауап берейін деп. Содан кейін сұрақтарың қысқадан нұсқа болсын. Тым ұзақ сұрақтың керегі жоқ. Сөйлей салсаң тіпті де жақсы. Тыңдай саламын мен. Тамақ илеп тұрып тыңдай саламын. Олар өзім жауап бере саламын. Менің хат жазғанымды көрмеген шығарсыздар, мен сөйлей саламын. Иә? Болды ғой, иә? Ондай болса біз бітіру кеші күні бірақ тікелей эфирге шығамыз. Енді бүгіннен мынау соңғы күніміз тікелей эфирге шығамыз. Сәл жақындырақ тұрсаңыздар, мен бітіру кеші осы қыздарымның өңін көрсетемін сіздерге. Осы 4 күннің ішінде өздерінің қалай үйреніп кеткенін сіздерге нақ майданда көрсетем болады. Одан кейін марттың 1 күні басталатын курсқа тіркеліп оқып алыңыздар. Тез келіп оқып алыңыздар енді. Оқысаңыздар өз еріктеріңіз өмірлеріңізге керек, оқымасаңыздар да ештеңе кетпейді. Мен өзім дем аламын. Жақсы, ондай болса аман сау болыңыздар. 10 күні кездескенше күн жақсы болсын.